Мысырда сол 7 жыл жүрдік қой оқуда. 2005-тен 2012-ге дейін. Сіздерге айтайын, дәл осы 31-ші желтоқсан басқа араб мемлекеттерін білмей, Мысырда айтып жатырмын сіздерге. Кәдімгі күн сияқты ешқандай еленбейді. Ешқандай еленбейді. Ал елге келсек, Құдай сақтасын, сол бір сәтте соғыс болып жатқан сияқты. Бауырлар, ол ақшаңа ертең жауап бересің. Сәулет алмаңыздар. Расул айтады, әрбір тиынға жауап бересіңдер. Қайдан таптың, қайда жұмсадың? Қайдан таптың ақшаны, қайда жұмсадың ақшаны? Ертең Құдайдың алдында сәулет алдым деп сауап істеп ойлап қалмаңыздар. Ол сәулет қанша адамдардың көзін шығарды. Қаншама балалар майып болды соның арқасында. Ол айтылмайды да, өкінішке орай. Өкінішке орай мына нелерде айтылмайды сол. Ал бірақ сол түндегі болған көп оқиғаларды арасында ғана естіп қаламыз да не болғанын. А бірақ оны айтпайды. Бір мұсылман бір жерде сүрініп қалса, оны айтады бірақ. Вот мұсылмандар міне, террористер, экстремистер, вахабистер міне мынандай қылып жатыр дейді. Ал олардың істеген бір түніндегі сондай қиянат адам баласын жеткізген. Оны ешкім айтып жатқан жоқ. Ана бір апа немересі қоймай алып шыққан ғой көшеге. Жүріңіздер сәлет атамыз деп. Ена үлкен қария кісі ана немересін айтса, мені тыңдамайды дейді. Жарайды деп жатыр, бала немересі үшін көңілінде барған дейді. Барып анау атқан анау сәлетін. Бірнеше уақыттан кейін біткен. Енді санаған ғой, сыртында жазылып тұрады екен ғой. 10 ба, 15 ба. Сөйтіп солған жетпей қалған да, сөйтіп тоқтап қапты. Кейін немересі айтты, мынау атылмай қалды дұрыс. Бітті, басқасын бер деп жатқан кезде, анау кісі қолын алғанда, неге атылмайды деп қараған кезде анау екінші несі басталып кеткен ғой, атылатын білесіз. Апаның көзін ойып түскен да. Ал не болды сонда? Оған кім жауап береді енді? Соны шығарған адам да, соны анау шекарадан асырып алып келген адам да, соны жарайды өтіп кетті деген аяғы шекарадағы адамдар да, сатқан дүкенде тұрған саудагерің да, кім үлескер бәрі қияметте жауап береді сол кісінің көзіне. Бүткіл бәрі соучастник болды, бір күнәні істелінгеніне. Ойламаңыз, ол тек қана шығарған қауымдар емес. Мына көршілеріміз риза болып жатқан шығар. Жақын жерден клиент жақсы болды қазақстандықтар деп. Алып жатыр ананың бәрін. Бауырлар, отпен ойнау жақсы нәрсе емес негізінде. Бұл от Алла Субхана ва Тағаланың тозақта азаптайтын бір несі да. Ал шариатта отқа тыйым салады, отпен ойнамаңдар дейді. Бұл от тек қана Алла Тағаланың ісі дейді. Қияметте Алла Тағала жаһаннамды, тозақты осы оттан қылған дейді. Отпен орап қойған дейді. А ол отты тілемеңдер дейді, ғалымдар айтады. Сол үшін ғалымдар айтқан не? Қазақ айтады ғой, от пен су тілсіз жау дейді. А оны адамдар ақшаға сатып алып келіп, от шашып жатыр да мына жерде. Қанша адамдардың үйі өртеніп кетті. Анау атқан кезде бала ғой. Мына жақ қарап қисайып атқан кезде ана кісінің үйіне кіргенде терезесін сындырып, ана үйінде пожар болып жатыр. А оны кім төлейді енді ол ақшасын? Мына айтады, мен қайдан білейін дейді, бала ғой дейді. Құлып кетесің ба сөйтіне біреудің қаққысынан? Жоқ, құламайсың. Сол үшін бауырлар, және айтам, бұл жаңа айтып жатқан жаңа жыл деген мәселесі 1% қоғамға пайда әкелетін күн емес бауырлар. Тек қана трагедия болатын түн, тек қана қылмыс болатын түн, тек қана адамзатқа сондай бір опасыздық қылатын түн ғой негізінде.